Алдымызда ақылын айтып, үлгі өнегесін көрсететін осындай ақ жаулықта алтын құрсақ аналарымыз бен әкелеріміз аман болсын. Олай болатын болса, алғашқы ақ тілегіміздің томағасын сыпырсын деп осы жерде игілік әкеміздің әкесі Шәлен ағамыз тойымызды бастап берсін. Сол кісіге сөз берейін. Құрметті ағайын туыстар, құрметті құдалар, құрметті игіліктің әріптес қызметкерлері және Гүлмайра баланың бірге еңбек етіп жүрген мектеп ұжымы. Осы менің жігерім мен Айбарымның ұстаздары және осында келген бауырларым, игіліктің бөлелері, нағашылары, игіліктің қайын жұрты бір топ болып келіп отырған. Бұл жаңағы саба тойдың мақсатын не себепті екенін айтып өтті, оны қайталамай қояйын. Бұл игілік аты біздің бала болғанмен, бұл менің әке-шешемнің бауырында болған. Сол кісілердің тәрбиесінде өскен бала. Кейін ол кісілер о дүниелік болып кеткеннен кейін бізге қарай ауысқан. Әлі бізді бір ағасы мен жеңгесіндей көреді. Сонда да біз енді әйтеуір қамқорлық, сол үлкендердің өсиетімен осы бірге келе жатырмыз. Оны менің ағайын туыстарым біледі. Мына қызметтес жолдастарым айтып отыр. Бұл игілік өзі бізді оқып жүрген кезде Алматы қаласында туған. Содан 4 айлығынан кейін әкеп беріп, жаңағы әке-шешемнің бауырында болған. Сөйткен игілік бүгінгі күні 50 жасқа толып. Әлгі картайғанымды өзіңнен кейінгі көресің дегендей, осындай жас болды. Үйленді, мені бүгін өрлі шүгірлі болып. Үлкен баласы жігерім осыдан бұрын бітіріп, иістің бітіріп, қазір қызметін атқарып жүр. Одан кейінгі мынау Айбарым биыл 13 класын бітіріп, иіске түсіп, оның ішінде қуантып бізді грантқа түсті. Ал енді Алмат деген баламыз биыл мектеп табалдырығын аттайында отыр. Оның үстіне менің өзім ең бір үлкен тойым, мені құда атандырып, құда мен құдағимен табақтас болғанына биыл 25 жыл. Менің үлкен құдам мынау Мәкең деген кісі. Кішкене бір не қойыңызшы алдыға. Ол біз құда болған кезде құдағиымыз бардың, ол кісі қазір о дүниелік болып кетті, Алла жатқан жерін жайлы қылсын. Ал енді мен одан кейін таныстырып өтейін. Мына менің оң жағымда тұрған кісі Орынбасар деген ағай болады. Біз ағайын туыспыз. Бұл кісі екеуміз көп жылдар бойы Жаңарқа ауданында ауыл шаруашылық саласында қызмет істедік. Бұл кісі негізі өзі мал дәрігері, жоғары білімді. Қазір кейінгі кезде осы қалаға көшіп, қалада тұрады. Одан кейін тұрған кісі менің туған ағам. Бұл кісі де ауылда болған, қазір қалада тұрады. Ал енді оның ар жағында тұрған екі кісі, бер жағындағы кісі жеңгем менің ағай, ол дүниелік болып кеткен, қатты сыйласқанбыз. Былайша келгенде менің апам да болып келеді, апай да болып келеді. Ал енді ар жағында тұрған кісі, бұл кісі негізі біздің мынау совхоздың партиясын басқарған Күмжан Тұрсынович деген кісі болған. Сол кісінің жұбайы, ол кісі өмірден ерте өзі 46 жасында. Ал енді бұл кісі өзі ұстаз негізі болған ұстаз. Қазір зейнеткер, осы қалада баласының қолында тұрады. Ал енді мен игіліктің жанұясына не тілеймін? Ең бірінші игілікке денсаушылық тілеймін. Денсаушылығы мықты болып, осы Алланың бергенін жасап, семьясына басшы болып, осы әрі қарай өмір сүре берсе екен деп тілеймін. Ал енді балалар немерелеріме, осы балаларымның болашақтары жарқын болып,
қатарлардан қалмай, осы алдына қойған түскен оқуларын аман есен бітіріп, осы өмірге бір кірпіш болып қаланса екен деп тілеймін. Ал енді әрбір ата-ананың тілегі сол ғой. Сондықтан енді бірінші мынау жаңа айтып жатыр ғой, біраз адамдар себеп салдарымен кешігіп жатыр. Ал енді сіздердің осы біздің қуанышымызды күн сайын осы жерде тұра қал. Сен осы списоктесің. Қарындасым менің күн сайын деген. Ал енді келіп біздің қуанышымызды бірге бөлісіп жатқандарыңызға көп рахмет айтамын. Ал енді осы мен ұмытып бара жатыр екенмін. Осы жерде игілікпен бірге мектепте бірге оқыған, өзінің кейін қызметте істеп бірге оқыған жолдастары кіріп отыр, сыныптас жолдастарды. Бір топ осы, бір-екі столды алып отыр. Осы барлықтарыңызға көп рахмет. Тойымыз жақсы өтуіне бәріміз бірдей ат салсайық. Жаңа асабаның сөзі дұрыс. Біз енді асабадан дейміз. Шында біз халықпыз ғой. Кейде тыңдамай кетеміз асабадан. Осы шыбынның ызыңы естілді деп айтпаймын. Әңгімелесіп, жай отыруымызға болады ғой. Әйтеуір шулап кетпей, жақсы атқарайық. Ал енді асабадан сұрайтыным, бағана өзін оңашада айтқан. Көп адам емеспіз. Осы келген азаматтар бізді сыйлап. Барлығы өздерінің, Аужеке, сіз неге тұрсыз мына жерде? Аужеке, бері қарайсыңыз, мен құдалар дедім ғой. Жоқ, құдалар дегенде мен сізді айттым ғой. Келіңіз, сол үстел түгел ғой. Кім? Шайзат. Келіңіздер, сіздер не мынау? Сол үстел түгел, құдалардың списігінде, сіз айта құда емессіз. Жоқ, олай емес. Мына кісі менің, Аужекең деген кісі, менің кіші балам. Мерейдің атасы мен енесі. Сондықтан асабадан сұрайтыным, елді тежемей, шында өзінің ниетін барлығын айтсын. Ертең күн демалыс. Осы тойхана Алла бұйыртса ертеңгі таңертеңгі 9-ға дейін біздікі. Сондықтан жақсылап тойлайық. Сіздерге көп рахмет. Енді маған бұдан кейін сөз тимейді. Сосын айтып қалайын деп жатырмын. Ал енді Мәке,